Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздер менің арнамнан тек қана тағамдардың рецептісін ғана емес, сонымен қатар пайдалы ақпараттарды да көре алатын боласыздар. Сондықтан да қазақша контентті қолдап, менің арнама жазылып, лайк баса кетіңіздер. Ал ендеше кеттік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз су жайында болмақ. Жалпы судың пайдасы, зияны, күніге қанша литр ішу керек, сол туралы білетін боламыз. Ал кеттік. Жалпы су тіршілік нәрі. Ғалымдардың айтуынша адам организмі 65% судан тұрады екен. Судың адамның денсаулығына тигізетін пайдасы мен маңызы орасан зор. Күніне 2 литр су ішу керек деген кеңестерді жиі естиміз. Бірақ оның зиянды жағы да бар екенін естен шығармау керек. Ол қандай десек, алға қарай қазір білетін боламыз. Біз әзірше судың пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Ал судың пайдасы. Суды жеткілікті мөлшерде пайдаланған жағдайда ағзадан тұздар мен токсиндер шығарылады. Сондықтан жұқпалы ауру мен улану кезінде көбірек ауыз суын ішу ұсынылады. Терінің сұлулығын сақтап қалу үшін де үнемі таза су ішіңіз. Өйткені сусыз тері құрғап, өз серпімділігін жоғалтып, әжімдердің пайда болуына әкеліп соғады. Сусыз ішек жұмысын баяу жасайтын болады. Сол себептен адамның іші жиі ауырып, ауыздан жағымсыз иіс шығады. Адамның иммундық жүйесіне де судың пайдасы орасан зор. Суды аз ішетін адамдар әртүрлі ауруға бейім болады. Тамақтану алдында 5-10 минут бұрын су ішсеңіз, сіздің тәбетіңіз жоғалады. Ал бұл арықтауға көмектеседі. Ағзада судың аз болуы бастың ауруына да әсер етеді. 2 стақан су ішсеңіз, басыңыздың ауруы басылатын болады. Ал бұл жерде біз судың пайдасы жөнінде айттық. Жалпы судың пайдасы бізге орасан зор. Және де біз суды, яғни теңіздерді, және де үйіміздің жанындағы көлдерді аялауымыз керек. Оларға ешқандай да мусор лақтырмауымыз керек. Және де үйде де жуынған кезде суды босқа ысырап қылмай, оны жауып қоюымыз қажет болады. Ал ендеше кеттік, судың зиянына келетін боламыз. Ағзада судың мөлшері тым көп болса, ол жүрек және бүйрекке жүктемені 2 есе арттыратын болады. Тым ыстық су қылдырып ішу асқазанда ойық жара немесе панкреатиттің басталуына әкелуі мүмкін. Суық суды ішу зиянды, өйткені ол асқазан мен ішек құрылысты салқындатып, біраз уақыттан кейін ауруларға әкелуі мүмкін. Ауа райы ыстық болған күннің өзінде де жылы сұйықтық ішу керек. Денсаулықты қалпына келтіретін тағы бір қарапайым әдіс аш қарынға бал қосылған жылы су ішкен жөн. Бал қосылған жылы су ең әуелі организмде табиғи процесті жандандырып, асқазанның жұмысын белсенді етеді. Лимон қосылған жылы су, оның пайдасы құрамында аскорбин кислотасының болуында. Нәтижесінде мұндай сусын ағзаның иммундық жүйесін нығайтады. Сонымен қатар лимон қосылған су қан құрамындағы қантты азайтып, адамды сергітеді. Организмге қуат береді. Адам қанша литр су ішу керек? Күніне 2 литр су ішу керек дегенді ұмытыңыз. Адамның салмағына, физикалық белсенділігіне және де өмір сүру салтына қарай әр адамның нормасы әртүрлі болады. Мысалға 50 килограмм адамға 1,5 литр су ішу қажет. Яғни 1 килограммға 30 миллилитрден келеді. Оянғаннан кейін 1 стақан су ішкен дұрыс. Содан соң тамақ ішер алдында 20-30 минут бұрын немесе тамақтанғаннан кейін 3 сағаттан кейін суды ішуге кеңес береді мамандар. Және де денсаулықты жақсарту үшін шай, кофе, сүт, айран емес, тек қана таза суды пайдалану керек дейді мамандар. Сонымен бүгінгі біздің су туралы қозғаған тақырыбымыз аяқталды. Ақпараттар интернет желісінен алынды. Ақпараттар кәдеңізге жарасын. Сіздерге видео ұнайды деген ойдамын. Егер де видео ұнаса, арнама жазылып, лайк баса кетіңіздер. Және де алдағы уақытта менің арнамнан қандай рецепттер көргілеріңіз келеді, және де қандай пайдалы ақпараттарды көргілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде түсіретін боламын. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.